Табысты болуға емес, құнды болуға ұмтыл. Өмір шешілетін мәселе емес, бастан кешіретін шындық. Адамдар өздеріне байлық пен атақты қалайды. Егер осы екеуіне адал жолмен қол жеткізе алмасаңыз, олардан аулақ жүргеніңіз дұрыс. Адамдардан немесе әртүрлі жағдайлардан қашып құтылуың мүмкін, бірақ өз ойларың мен сезімдеріңнен ешқашан қашып құтыла алмайсың. Адам кедей болып өмірге келеді, кедей болып өмірден өтпейді. Барлық нәрсе өз қолыңызда. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Ең бастысы әрекет. Ризық Алладан. Ақшаң болмаса қыз қарамайтын, жағдайың болмаса туысың қарамайтын, абыройың болмаса дос қарамайтын қандай заман болды. Сіздің және менің өмірімдегі ең керемет күн өз көзқарастарымызға толық жауапкершілікті алатын күн. Бұл біз шынымен есейген күн. Раббым, маған адамдардың тек жақсы жағын көруден шаршамайтын көз, жамандықтың бәрін ұмытатын сана, сенімін ешқашан жоғалтпай қателігін кешіре алатын жүрек берші. Адам баласы мына өмірде екі адамнан сақ болуы керек. Оның бірі саған күні түскенде әкелеп, көкелеп, шаруасы біткен соң сені іздемес түгіл саған сәлем беруге де жарамай қалатын хамелеон адамдар. Екіншісі, сөзі басқа, істейтін ісі басқа, екі жүзді аферистер. Ондай адамдар сенің бетіңе әкем, көкем деп отырады да, ту сыртыңнан пышақ ұрып, ғайбаттап, қара жерге тығып отырады. Ащы болса да шындық. Біздің өмірімізде ондай адамдар көптеп кездеседі. Бетіңе күле қарағанның бәрі дос емес демекші. Дос пен дұшпанды танудан қателеспей жүрген дұрыс-ау деп есептеймін. Жаныңда 5 жыл жүріп тани алмаған адамыңды 5 минут ұрыс кезінде анық көресің. Мені ойландыратын нәрсе, кеше алған нанды ертесіне жемейміз. Жаңа піскен жұмсақ нан жейміз. Кешегі нан қатып қалыпты деп қоя саламыз. Адамды адам қадірлемейтін заманда ең болмаса нанды қадірлейік. Өлетінін біліп өмір сүретін жаратылыс тек қана адам ғана, және ешқашан өлмейтіндей өмір сүреді. Әркім өз қарабасын ойлаған заманда сені түсінетін, сені қолдайтын жанның болуы үлкен нығмет екен ғой. Бір адамды қатты жақсы көрмеңіз. Бірінші орында әрдайым өзіңізді қойыңыз. Дамыңыз, оқыңыз, саяхаттаңыз. Қаншалықты қатты жақсы көресіз, соншалықты жоғалтып аламын деген үрей басым болады. Сабырыңызды ешқашан жоғалтпаңыз, себебі барлық есікті ашатын соңғы кілт. Қанша сынбаймын деп мықты болып тырысқанмен, кейде бұл өмірде кездесетін сынақтар сындырмай қоймайды екен. Жалғыз қалудан қорықпаңыз, мықты адамдар жалғыз болады, олар тәуелді болмайды. Бағындыру бір жерде ұстау қиын оларды.
тәубеден аққан жас жақсы, сәждеде жатқан бас жақсы, ғаламның барлық дәмінен анаңмен ішкен ас жақсы. Құрметті ата-аналар, бауырлар, қызымыз немесе қарындасымыздың бақытты болғаны маңызды ма? Қыз қанша қиналса да шыдап жүре береді. Жақсы болып кететін шығар деп, әлде болмаса ел-жұрттың сөзі маңызды ма? Балаларыңызға дүние емес, білім қалдырыңыз. Кейде төбеге қараймыз деп, төмендегіні ұмытамыз. Жазықты көреміз деп, жанымыздағыны көрмейміз. Ешқашан үндемей қалғаным үшін өкінген емеспін. Алайда сөйлеген сөзім үшін талай мәрте өкінгенмін. Өмірде шындықты айтамын ба деп жүрсем, өмірдің өзі жалған екен. Өмір бізге кепілдік бермейді, мүмкіндік береді. Мүмкіндіктен, таңдаудан қателеспеңіздер. Ойланып, толғанып шешім шығарыңыздар. Қатеден сабақ алыңыздар. Осы біз кім үшін өмір сүреміз? Өзіміз үшін бе, ел жұрт үшін бе? Бірдеңе болса, ел жұрт не дейді деп шығамыз. Түннің бір уақытында келсең, келдің бе деп күтетін анаңа жететін адам бар ма? Ойланып қарап отырсаң, қазаққа жау керек емес сияқты. Біз бір-бірімізге жау сияқтымыз. Бөлінуге дайынбыз. Қолдауға емес, жамандауға, аяқтан тартуға дайынбыз. Әке болу оңай, әке боп қалу қиын. Бриллиант мусорда қанша жатса да, бриллиант болып қалады. Шаң қанша аспанға көтерілсе де, шаң болып қалады. Жолдан қосылған дос жарты жолда қалады. Қарап отырсам рас екен, қыздың тағдыры қиын дегенім. Неше түрлі жағдай орын алған, ол жақсы нәрсе емес. Өз өмірімізге өзіміз немқұрайлы қарамайық. Тағдырдың жазуы деген түсінікті алып тастау керек сияқты. Өз өміріңіз өз қолыңызда. Мен Алладан байлық сұрадым, ол маған исламды берді. Өкпе ренішті іште жинама. Басыңызға қиын күн туғанда, мына екі нәрсені жасаңыз: дұға, әрекет.